Сәлем достар, сенімен бірге бүгін Жако KZ мен каналымда бүгіннен бастап жаңадан рубрика түсіретін болам. Ол техникаға обзор. Мен өз видеоларымда Fifine компаниясының микрофонын қолданам. Енді менде сіздерге жақсы жаңалығым бар. Fifine компаниясы маған өздерінің құлаққаптарын жіберді. Бүгін осы құлаққапқа обзор түсірем. Онда ше, давайте анпакинг жасайық. Қорапты бірге ашайық. Ішінде не бар екенін бірге тексереміз. Нұсқаулық, бірақ оны біз ешқашан оқымағанбыз. Так что оны лақтырып тастауға болады. Басты бөлігіне келетін болсақ, құлаққаптың өзі ақ түсте жасалған, жиналған сапасына келетін болсақ, оннан 7 балл қоюға болады. Және екі шетінде Fifine компаниясының өзінің фирменный логотиптары бар. Құлаққаптың салмағы 330 грамм, тоғының ұзындығы 2 метр. Және ең басты фишкасы микрофон. Достар, микрофон бөлек жүреді. Бұл микрофонды кез келген уақытта салып, немесе керек болмай қалғанда шешіп тастауға болады. Ал мынау осы құлаққаптың ең басты фишкасы. Сымындағы басқару пульті. Осы жердегі бір ғана батырмасын басып, виртуальды 7-де 1 көлемді дыбысты қосуға болады. Оған қоса, мұнда 3 түрлі эквалайзер режимі бар. Ойын, музыка және кино. Сондай-ақ осы пультпен дыбысты азайтып көбейтуге және микрофонды бірден өшіре салуға болады. Құлаққап компьютерге кәдімгі USB сымы арқылы қосылады. Ешқандай драйвер немесе программа іздеудің қажеті жоқ. Қосқан кезде сыртындағы мынадай өте әдемі бір келкі жанып тұратын RGB жарығы іске қосылады. Бірақ ол жарықты өшіруге болмайды. Жақынырақ қарасақ, шет жақтары пластмастан жасалған және логотиптары өшпейді. Екі жаққа осылай қатты соссаң да ештеңе болмайды екен. Амбушюралары эко кожадан жасалған, бірақ ұзақ кие берсең, түрі құртылады. Ал пультына келетін болсақ, пластмастан жасалған, кнопкалары өте сапалы және жақсы қойылған. 3 түрлі режимдары бар: кино, ойын және музыка. Және осы кнопка арқылы микрофонды сөндіруге және қосуға болады. Компьютерға қосылатын тоғы USB. Микрофонына келетін болсақ, шешіледі және ары-бері майыстырып любой положенияда қойып қойға болады. Құлаққапқа қосу жолы оп-оңай, просто өз орнына қоя саламыз. Давайте, достар, ойын басталмас бұрын сіздерге настройкасын қалай жасау керек екенін көрсетейін. Біріншіден компьютерда настройки звукаға кіреміз. Аудио выводты басамыз, дополнительные параметры громкостьқа кіреміз. Осы жерде шыққан жерде мені выберите место для воспроизведения звука дегенде өзіміздің керек наушникті таңдаймыз. Болды, достар, бұған ешқандай софт басқа ештеңе қажет емес. Ал достар, Fifine H6 құлаққабын киіп алдым. Енді бірінші ойын CSGO-да тексеретін боламыз. Сразу 7-де 1 деген функциясын қосамыз и игровой режимға ауыстырамыз. Давайте. Артта жүрген адамдардың дауысы кәдімгідей шығып тұр негізі. Былай қарап тұрсаң, кәдімгі ойын анық естіледі екен. Құлаққа қалған дауыстарды кішкене приглушать етіп қояды екен бұл құлаққаптар. Достар, дауыстар кәдімгідей анық шығады екен. Адамдардың қадамдары кәдімгідей екінші этажда атысып атқанның барлығы жарқын естіліп тұрмаған. Так что бұл құлаққаптарға CSGO-дан үлкен плюс. Ал достар, келесі ойын бізде Fortnite. Бұнда да 7-де 1 деген режимді қосамыз. Достар, қараңдар. Енді ойында каждый адамның шақтары, барлық қимылдары естілетін болады. Давайте ойнап тексеріп көрейік. Давайте адамдар жоямыз, қырамыз, достар. Артартан дост. Ойбай, блин. Все, достар, қазір кеттік секіреміз мына жерден. Аспанда ұшып баратып тиіп өлтіреміз. Блин, өлтіріп тастады. Ладно, ештеңе етпейді. Басқа адамдар қайда? Мені бір адам бам, тигіземіз, таған бір тигіземіз. Опа, достар, көрінер ма? Осылай арт-артынан жоямыз. Бұл ненің арқасы деп ойлайсың? Бұл, конечно, наушниктің арқасы. Өйткені бұнада кәдімгідей қасымда жүрген адамның барлығының қимылдары. Келесі ойын Roblox-ты тексереміз.
Ал достар, біз келесі режим Roblox'та 1-1 атысып тексеретін боламыз. Давайте қалай адамның персонаждың дауыстары естілетін қазір тексеретін боламыз. Мені ойбай. Ой, бәлейін ұтылып қалым бірінші раунд. Мына 7-1 деген режиммен персонаждардың дауыстары кәдімгідей шақтары мықты естіледі екен. Давайте. Анау жерде отыр екен. Давайте. Артынан барып ұшамыз да былай. Пистолетпен добивать етеміз. Все, достар, осылай. Біз бірінші раунд, екінші раундты алдық. Давайте, үшінші раунд. Блин, еще құлаққа ыңғайлы отырады екен. Әр адам бәс әртүрлі бірақ. Осылай үшінші раундты да аламыз. Ұшамыз. Бүйтіп басын береміз. Көріндер ма? Айдаймыз. Мына жерде екенін қалай білді деп ойлайсыздар? Конечно, мен осы наушникпен арқылы естіп қойдым. Блин, достар, 4-4 решающий раунд қазір тексереміз. Кім бұл ойында ұтады екен? Бүйтіп ұшамыз. Мынаның басына береміз. Бүйтіп береміз. Блин, бұрышқа тіреліп қалдық случайно. Но бірақ біз ойынды соңында ұттық, достар, так что нормально. Сонымен, достар, FIFA H6 бұл ыңғайлы, өз бағасына тұрар деп ойлаймын. Егер сіздерге ыңғайлылық және дыбысы жақсы болғанын қаласаңыздар, бұл дұрыс таңдау деп ойлаймын. Егер алам десеңіздер, сілтемесі описанияда немесе комментарийда закрепті тұр. Ал егер осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып және колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жако KZ. Бәріне пока.